Сәлем достар, мен де Кореяға жеттім. Кореяда жүргеніме 2 айдай уақыт болды. Сендермен бүгінгі видеода Кореяға қалай келгенім жайлы айтып беретін боламын. Көбісі армандап жатады енді Кореяға барсам қалай, Кореяда жұмыс қалай деген сияқты. Алдын ала айта кетейін, Корея сендер ойлағандай емес екен. Бұл әрине жеке менің пікірім. Менің 2 айдағы түсінгенім ожидание реальность болып шықты. Өйткені бәрі елде жүрген кезде аспанда жүреді, барам мен күректеп ақша табам деген сияқты. Ана жаққа келгеннен кейін уже ойың өзгеріп кетеді екен. Сонымен мен қалай келдім Кореяға келу үшін? Именно Қазақстаннан сіздер кета толтыру керексіздер. Менен сіздерге кеңес, егер өздеріңіз толтыра алмасаңыздар, грамотный толтыратын адамды тапқандарыңыз жөн деп ойлаймын. Себебі сіз кетадан бөлек, сізге тур маршрут керек, бару қайту билетіңіз болу керек, отеліңіздің броны болу керек. Соның барлығын толтыратын грамотный адам керек сіздерге, ең біріншіден. Өйткені мен басымда ауыртқым келген жоқ. Мен сенімді адам таптым, сенімді адам арқылы барлық құжатымды осы жаққа кіргенге дейін сопровождение жасап берді десем де болады. Бағасын қанша теңге кетті, қанша жұмсадым, оның бәрін келесі видеоларда айтатын боламын. Егер қызық болса сіздерге, одобрение шыққаннан кейін мен бірден осы жаққа келуге асықтым. Негізінде олай жасауға болмайды екен. Осы жаққа келуге асықтым. Қасымда досым екеуміз бірге келдік. Алдын ала билеттерімізді бәрімізді жаңағы мен сіздерге айтып кеткен сенімді адам бәрін от и до дайындап берді. Мен тек сол кісінің берген құжаттарын распечатка жасап алдым. Бәрін түрлі түсті қағазбен, как положено, файлға бәрін жинақтап, уже шамамен бір аптадан кейін біз жолға шықтық. Біздің билет Алматы, Қытай, Корея болды. Біз Алматыға бардық. Мен сіздерге ескерте кетейін, мен көктейінсіз келдім десем де болады. Өйткені жолыма барлығына әрең дегенде өйтіп қазбалап жүріп ақша таптым. Сонымен не керек? Алматыға жолға шықтық. Қызылордадан Алматыға дейін пойызбен. Алматыда бір күн болып, ертесіне біз ұшағымыз түнгі 11 шамасында болды. Сол аралықта бізге ескерткендей біз өз-өзімізді ретке келтірдік, киімдер алдық деген сияқты. Нормальный көріну үшін. Содан Алматыға ұшаққа отырдық, ұшақтан Пекинге бардық. Пекинде біз 12 сағат күттік. Өйткені пересадкамыз 12 сағат еді. Қытайға барған кезде Қытайдың паспортный контролінде досымды өткізбей қоя жаздады. Сондай да қызықтар болады. Сөйтіп аэропортта 12 сағаттан астам уақыт сояқта өткіздік, ұйықтадық, әбден шаршадық, қалтамызда ақшамыз жоқ. Содан бері қарай түнгі 11-лер шамасында біз Инчонға аэропортқа келіп қондық. Аэропортқа қонған кездегі сіздердің бірінші жұмыстарыңыз өтініш. Паспортный контрольда тұрған адамдарды көзіңіздің қиығымен бақылап жүргендеріңіз дұрыс. Қайсысы өткізіп атыр, бүйтіп жаймен қарап. Өйткені сіздер көбісі айтады, аэропорттан түсе салып, бірінші болып өтуге тырысыңыздар дейді. Олай біздің жағдайда олай болған жоқ. Біздің жағдайымызда бізбен қатар келген самолеттардан да адамдар түсті. Адам көп болды. Түнгі мезгілде бардық. Сон мен көзімнің қиығымен қарап келаттым, осылай нағызға тұрғандар. Сол жақта енді аэропортта өзінің паспортный контрольдің адамы жүреді. Көзілдірік тағып алған кісі, оны енді білмеймін, бәрі білетін сияқты вроде. Осы жақта жүргендердің көбісі білетін сияқты. Сөйтіп, сол кісі адамдарды бақыттап отырды. Былай сендер былай жүріңдер, на топ былай кетіңдер деген сияқты. Сөйтіп, көзімнің қиығымен қарап келаттымда бір қыз, или ол мен дұрыс түсінбедім сол кезде. Негізі қыз екен, қарап кетем, досым айтам, осы кісінің алдына барып тұрайық. Осы жақтан адамдар көп өтіп отқан сияқты. Біздің кезегіміз келеді, біз бір-біріміздің артымыздан тұрып алғанбыз. Мен досымның артында тұрып алғам. Алдымызда қарсы қатар тұрған
контрольда бір кісіні көзімізше алып кетіп жатыр да. Сосын ана жерде енді әбден бізге жаңағыдай бағыт бағдар беріп отырған кісі әбден бізді қорқытып тастаған. Байқаңдар, артық сөйлемеңдер, үйтпеңдер, бүйтпеңдер деп ана кісі бізге қойылатын сұрақтарға дейін бәрін от и до дайындап берді. Сөйтіп досым өтіп кетті, мен қарап тұрмын. Ана кісі өйтіп қарап ештеңе сұраған жоқ. Паспортын қарайды. Бірдеңе деп сұрап жатыр. Мен енді естіп тұрған жоқпын ғой. Маған сілтейді, көрсетеді. Бір кезде қараймын, досым өтіп бара жатыр. Мен кезегім келеді. Сөйтем да бара жатыр. Ойымда ештеңе жоқ. Ана жатта деген сұрақтардың бәрін уже ұмытып қалғанмын мен. Ана жерге барып тұрмын. Бір қызығы, менен ештеңе де сұраған жоқ. Паспортыма қарады, түріме қарады. Енді сәйкестендіріп жатыр. Қолыңызды қойыңыз. Қолымды қойдым, наклейкасын жабыстырды. Өтіп кетіп, енді екеуміз түсінбей тұрып қойын. Бірінші рет келіп жатырық қойын Корея. Сөйтіп, екеуміз түсінбей тұрып, осы ғана ма не деп. Осындай болушы ма еді? Бізге айтқан жаңа нелері қайда деп, үстімізден кәдімгідей мұздай тер шықты ғой. Осымен бітті дегеннен кейін, өттіңдер дегеннен кейін, ана кісіге отчет жіберіп отырық енді. Мынау болды ма осымен? Сөйтіп багажымызды іздеуге асықтық барып. Секция көп. Арасынан багажымызды іздеп, ойбай. Енді істейміз деп аэропорттың шыға берісінде отырдық. Сонымен тоғытерін айтатын болсам, достар, ең алдымен Кореяда, Қазақстанда жатып алып, Кореяға қалай барсам болады, қандай жұмыстар бар, нандай мамандыққа жұмыс бар ма деп сұрамастан бұрын, сіздер осы Кореяда жүрген адамдардан, шынайы блогерлерден шынайы кеңестерін алып, сол туралы интернеттен зерттеп, тексеріп алғандарыңыз жөн негізінде. Себебі бұл жақта енді осы жаққа келгеннен соң түсініп жатырмыз. Біраз өзіміздің азаматтар бір-бірлерін солай ақшаға неге алдап атқан жағдайлар көп кездеседі. Бізбен де енді кішігірім сондай жағдайлар болып қалды. Біз соңғы $100 грубо айтқанда прямой отельге бардық. Сол жақтан жатып алып, уже қимылға кірісіп кеттік. Жұмыс іздедік, үйттік, бүйттік. Сандалып Кванжуға бардық. Сонымен не керек? Құдайға шүкір, қазір жұмыс бар. Келгеннен кейін 2-3 күн салып, жұмыс таптық, жұмысқа орналастық. Қазір жұмыс істеп жатырмыз. Бәрі жақсы, бәрі керемет. Бұл видеомен не айтқым келіп тұр? Бұл видеомен сіздерге бастарыңыздағы Корея туралы иллюзияны дұрыс қабылдасын деген мақсатта жазып тұрмын. Бізге повезло. Біз келдік, әшейін өттік, кеттік. Бәрі оңай сияқты көрінеді. Бірақ та келерге дейінгі қаншама стресс, қаншама уайым барғаннан кейін не істеймін, мына жақты тірідей көрмегеннен кейін сіздерге қатты қиынға соғуы мүмкін. Сол үшін тағы да айта кететін нәрсе, ешкімге сенбеңіздер. Сенімді адам осы арқылы пәлен адам өтіп жатыр екен деген әңгімесі бар, репутациясы таза адамдардан ғана кеңес алғандарыңыз жөн. Каждый тиктокта отырған, каждый ютубтан көрген әрбір блогердің 5 Корея туралы блогер болса, соның 3-еуі кемінде алаяқ болып қалуы мүмкін. Оның әдемі өмірі, әдемі жаңағыдай жүрген тұрғаны, оның бәрі иллюзия. 2 айдан аса осы жақтағы түсінгендерім осы жаққа келгеннен кейін біраз қызықтардың барлығын осы жақтан көресіздер деп ойлаймын. Бірақ тағы да айтатын нәрсе, бұл сіздер армандағандай жер емес екен. Өкінішке орай. Сонымен солай, Корея сіз армандағандай емес екен әзірге.